Сәлем. Бұл видеода мен саған Көксерек деген повесті оқып беремін. Сен жайғасып отыр да демал. Ештеңені ойлама. Жұмыстардың барлығын ертеңге қалдыр. Ал біз бастайық. Адамдарға кейде ұрысып тұру керек. Денсаулыққа пайдалы. Қара адырдың қарағанды сайы елсіз. Айналада қабат-қабат шұбар адырлар. Жақын төбелердің барлығын аласа боз қараған тобылға басқан. Сай бойында май айының салқын лебі еседі. Бастары көгері бүрленіп қалған қалың қараған жел лебімен сыптыр-сыптыр қағып, теңселіп, ырғалып қояды. Маңайдан жуалардың, жәшіктердің иісі келеді. Тосын кен өлгені қаптай басқан қарағанның ортасында терең құз жар бар. Соның бас жағында итмұрынды қалың жыныстың арасында қасқыр іні бар. Жақын елге мәлім ескі ән. Жазға салымнан бері соны екі қасқыр келіп мекен етті. Бұрын итмұрын жанындағы кішкентай аланда кендігі кісі сыйғандай үш үлкен ін болатын. Биыл жаз топырағы жағасында дөңкиіп тағы бір жаңа ін шыққан. Бәрінің ауданы бір, жер астынан қатынасы бар. Манайы қасқырдың ойнағы. Шашыптер басылып тапталып қалған. Жақындағы қарағандарда қасқырдың ақ жүндері көрінеді. Қыстан қалған түбіті қазірде әр жерде сөйтіп жолынып қалып жүр. Індердің орта жерінде екі қалың сазы шайқалып өсіпті. Қазірде соның түбінде қысқы жүні әбден түлеп болмаған ақ қасқыр жатыр. Бауырында кішкентай көк күшіктері қыбырлайды. Жарқыраған қызылы күн бойын ерітеді. Көзі бір сығырайып ашылып, бір жұмылып қалғуға кетеді. Иген емшектері жыбыр-жыбыр тартылады. Төбесінде сасы шайқалып ырғалады. Маңайдағы қараған мен итмұрын бастары қозғалақтайды. Бір мезгілде бас жағынан сатыр-сұтыр, сырт-сырт сынған жи, тобылғы, қу шөмшектер дыбысы келді де, есін жиғанша бірдеме қасына тасырлатып келіп қалды. Атып тұрды. Бауырындағы көк күшік шашылып төгіліп, ұмар-жұмар домалап қалды. Тұрғанда арс етіп, азу тістері ақсиып, ырылдай түрегелді. Дәл сол кезде түп қарағаннан аса бере алдына жас қызыл қозы топ ете түсті. Соның артынан секіріп шыққан көк шолақ, ентіккен көбік аққан тұмсығымен ақ қасқырды айнала иіскеп әр жерін жалап алды. Содан соң жерде үйіліп қалып, тыпырлап жатқан қозыны көре сала ыр етіп барып бас салды. Қозы екі қомағай ауыздың кергісінде қан жоса болып дар-дар айырылды. Сырт-сырт етіп жас сүйек сынды. Қапаш-құпаш қорқ-қорқ етіп қомағай қанды ауыздар асайды. Тұмсығы мен бастары, мойын жүндері қып-қызыл болған қасқырдың жасыл көздері от шашады. Жасыл. Мен шын өмірде қасқыр көрген емеспін. Өкінішті. Негізі
анышы баяғыдан қос салып ит жүгірткен. Өзі маңайдан ауқатты әлді жігіті. Қара адырдың мырзасы мағы қалада қызметте тұратын інісі бар. Сол арқылы биыл күздігүні бұның аулына шетелден қасқыр алатын бір ит келген. Қазір барлық қара адырға да маңайдағы өзге елге де таңқы шыққан аққасқа осы қасеннің иті. Ит пен қасқыр төбелесіп жатады ғой фильмдерде. Жаным ашиды. Екеуі бір-біріне ұқсайды ғой, содан шығар. Мен негізі андай қазір бар ғой андай иттерді бір-бірімен төбелестіреді ғой, сосын соған ақша тігеді. Мүлде ондайды қолдамаймын. Мен оқушы болған кезімде бір кәріс драмасын қарағам, ақ күшік туралы. Қателеспесем, киноның аты жаңа ойыма келген сияқты болды. Бірдеңе любовь па солай аталатын сияқты, білмеймін. Сонда бір 10 жасар бала болады, сосын білмеймін 3-4-5 жастағы қарындасы болады. Сосын соларды аналары тастап кетеді, келер қайда екенін білмеймін. Енді ол да тастап кеткен ғой. Сосын жаңағы олар ауылда тұрады, сондықтан андай ешкім келмейді оларды тексеруге. Сөйтіп екеуі жалғыз тұрады. Сол кезде жаңағы ол бала бір дүниенен күшікті ұрлап алып кетеді, ақ күшікті. Сосын сол күшікпенен ойнап жүреді. Неде? Суда. Судың үстінде су қатып қалған болады, бірақ та жаңағы ол бала кетіп қалады да 1-5 минутқа. Сол кезде жаңағы күшік суға түсіп кетеді. Сосын қыз соның артынан барады да ол да түсіп кетеді. Бірақ күшік қайтадан судан шығады, ал қыз шыға алмай қалады. Сонымен ол сол жерде қалып қояды. Сосын жаңағы ағасы соның бәрін жаңағы күшіктен көреді да оны қуады, ал өзі анасын іздеп кетіп қалады қалаға. Қалаға келген кезде оны жаңағындай адамдар ұстап алады да, ұстап алады дегенде или шақыра ма білмеймін. Андай болады ғой, көшеде жүреді, адамдар көп жиналатын жерде, автобустарда, метрода. Сосын жаңағы өздерінің қайғылы оқиғаларын айтады, жылайды да, сөйтіп адамдардан ақша алады, бірақ оны өздеріне емес, негізі оның бастықтарына барып береді. Сондай жерге тап болады ол бала. Сосын жаңағы күшік соған келеді іздеп ауылдан сол баланы. Бірақ ол бала оны жақтыртпайды да қуады. Сол кезде жаңағы бастықтарының бір иті болады. Сол антисемит деген еді, бастығы солай бұйырады оған. Сөйтіп екеуін төбелестірмей ма, сол кезде мен оны аяп кеттім. Ондай ақыр соңында күшік өліп қалады, жаңағы баланы құтқарамын деп. Ал бала оны кешіреді. Оны кешіреді деген еді. Кінәсі емес қой енді. Түсіндіңдер, иә. Жаңағы өзінің ренішін жібереді да. Жаңағы күшік оны құтқарып қалады. Сөйтіп сосын ол анасы шетелге кетейін деп жатқан кезде, қателеспесем шетелге, сол кезде қызын өліп қалғанын біледі да, сөйтіп қайтып келеді үйіне олды қарауға. Бірақ әрине олға енді уже бәрібір да мамасымен екеуі қала
өзі 2 қар басқан екен. Қазіргі уақытқа шейін 6 қасқыр алыпты. Аз күнде бір болыс елдің әңгімесі болған аққасқаның арғы тегін тексерушілер де көп еді. Түбі ереймен итінің нәсілі деп кеп, арғы затын ертегіге айналдыру үшін бұл қанжығалы қарт бөгенбай итінің тұқымы дейтіндер де болған. Жиын көксеректі істеуге сөз байлаған соң, жаназадан тарай сала Қасен өз ауылына келіп 5-6 жігітпен бірге аққасқаны ертіп алып адырға шықты. Күн кешкі 5-дің кезі еді, сондықтан ертеңге қарап аял қылысқан жоқ. Ең болмаса ізін көріп бетін аңғармақ. Және жаңадан қар жауған, сонан енді тағы қар жауып қалмай тұрып, ізінен бетінен көксеректі танып алуға керек. Негізі мен бұл оқиғаны, бұл повестті оқыған емеспін, шын айтсам. Мен мектепте оқыған емеспін сабақ. Бірақ фильмін көргенім есімде, толық емес шығар. Сондықтан толық оқиғаны былай білмеймін, бірақ шамалы білем. Менің ойымша көксеректің мұнда кінәсі жоқ, өйткені кінәлі сол жаңағы көксеректі үйіне әкеп баласына сыйлаған адам, өйткені ол үлкен адам, ол қасқыр болып шығатынын білді, бірақ сонда да солай істеді. Бар жауапкершілік соның мойнында деп ойлаймын, бірақ енді оны алда білеміз. Қасен Құрмаштың әкесімен ағайындас, жақын болатын. Жалғыз баласы Ерке Құрмаштың өлгені әкесіне ерекше батып еді. Бұның үй ішімен бодадай боздап, бейіт басында да қатты күңіреніп жылағанын көргенде, тірі жанның бәрінің сай-сүйегі сырқыраған. Құрмаштың әкесі Қасенге: "Сол жалғызымызды өлтірген қасқырды қолыма әкеліп беріп, көзін ойғызбасан, сен маған туысқан емессің" деген. Өзге елде Қасенге: "Бүгін аққасқа не өлсін, не өлтірсін, осыдан басқа жерге итінің керегі жоқ" тіпті дескен. Осы сөздердің барлығы Қасенді де асықтырып, ширықтырып еді. Құрмаш ауылы мен Қасен ауылының арасы жақын болатын. Сондықтан көп уақыт өтпей-ақ аңшылар кешегі бала өлген жерге жетті. Ақшақардың үстінде бадырайып үлкен әз жатыр. Беті елсізге тасты-құдыққа қарай кетіпті. Барлық аңшы ізге қарап қасқырдың өлгендігіне қатты қайран болды. Әрине, енді бұл қасқыр аштық көрмеген ғой. Аққасқа мен андай кейде не қараймын да, андай жануарлар туралы деректі фильмдер болады ғой, сондайды. Осы қашан екенін білмеймін, бірақ қасқырлар туралы қарағанмын. Сол кезде білдім, олар көп жағдайда аш жүреді. Әсіресе анау қалай статус жағынан төмендері бар ғой, солар. Бірақ соның өзінде қандай болып өседі, дәу болып. Сосын ғой. Енді бұл асыраған болса, күнде тамақ жеген ғой. Дәу болып өспегенде енді қандай болып өседі. Аққасқа бұрынғы еріншектеу әдеті бойынша ізге жеткенше жай жүріп, тартыншақтап келіп еді. Ізді көріп біраз иіскелеп алған соң басты төмен салып жіберіп, тұмсығын ізден алмай отырып, жүнді адырға қарай шауып жөнелді. Бар аңшы артынан ілесе желе текіректеп шауып отырды. Аққасқа тоқтамайды, артына қарамайды, тынбай жортады. Әлі қар бекіген жоқ, қалың да емес. Қыстың орта кезі болса да, биыл қар жұқа болатын. Аңшылардың айтуы бойынша, қасқыр түлкіге ит қосатын уақыттың нағыз өзі еді. Қасен қолына келгелі аққасқа барлығы 3 қасқыр алды. Бұның екеуін бір күнде күздігүні шерқарада алған. Үшіншісін қар түскеннен кейін ауыл үстінен алып еді. Қасен өзінің 1-2 жігітімен және басқа аңды сүйетін 4-5 құрбысымен соңғы уақытқа шейін ат жаратып жүргенді. Алыс жерден ет аяндап келген аққасқаның қыстыгүні қарда жүгіруге қызылы толық болсын деп ит
ізіне салғанша, қарасын көрсеткенше ұзын кендірден босамайды. Әйтпесе жолда кез келген иттерге де соқтыға береді. Итке келгендегі жалпат еті өзі барып таласпайды, бірақ ауылдың көп иті алдынан шығып шығылдап үре беріп, айналасын қамай бергенде, яки біреуінің жұлып қашқан тісі тигенде құтырып кетеді. Ондайда топ иттің ішіндегі ең үлкен төбетті секіріп барып құлақ шекеден алып, топ еткізіп соғып, жаншып жібереді. Кісі айырмаса астына түскен иттің еркелігін көтермейді. Күзден бері Қасен ауылының 200 ақ төбетін өлтіріп салды. Қатты ашуланып, ашқарақтанып кеткенде иесін де қауып жібереді. Күзді күні үй ішінде сойып жатқан қойдың етін жегізбей ұмтылғанда, Қасенді де бір-екі рет қолынан ала түсіп қауып алған. Мен негізі итке қарағанда мысықтарды жақсы көремін. Бұрын мысық асырағым келеді, бірақ есейген сайын мойныма жауапкершілік алып келмейді. Күн егіндіге жақындап қалды. Аққасқа іспен әлі жүріп келеді. Жерден бас алмайды, тоқтамайды. Аңшылар Қараадырдан 5-6 шақырымдай ұзап шықты. Қасқырдың бұл күні беті тасты құдықтан да өтіп Ақсорандағы жылқыға қарай тартты. Мен негізі кітап көп оқымаймын, байқап тұрған шығармын. Ақсоранда 2 қос жылқы жатыр еді. Айналасы аласа белес қалың тобылғылы үлкен шұбар еді. Соның ортасындағы жадағай жалғыз биік Ақсоран. Қасқырдың осылай беттегенін білген соң аңшылар ақылдасып тұрып, Аққасқаны шақырып тоқтатып алды. Мұның мойнына кендір тағылған соң барлық жұрт аяңдап Ақсорандағы қосқа тартты. Бүгін түнде сонда қонып ерте жылқышыларды жүйрік ат айғырға мінгізіп алып, қалың топ болып қоспақшы болды. 2 қостың бірінде Қасен ауылы мен барлық Қараадырдың да жылқысы бар еді. Жігіттер сол өз қостарына келіп қонды. Қоста түні бойы тынымсыз қызулы лаулаған әңгімелер болды. Мол асылған семіз ет қонаққа да, жылқышыларға да көңілді желіктің шарты еді. Құрмаштың өлімінде көп уақыт әңгіме болды. Қасендер келісімен-ақ барлық жылқышы мәлім етті. Өткен түнде көкшолақ жылқыға шауып бір жабағыны жеп кетіпті. Жалғыз өзі бір семіз жабағының жарты етіне жақынын жепті. Бұл не деген жалмауыз екенін білмейміз, әкеннің, деп қоспашысы сөйлеп еді. Ол ұзаған жоқ, ол болса осы Ақсоранның айналасынан табылады. Соңғы уақытта қасқырдан тыныш едік. Осы жалғыз қасқыр кешеден келіп араласты. Ізі тайдың ізіндей, анау күні де келіп бір тай жеп кетіп еді. Қой, сенбеймін, қалай бүйтіп жей берем адам осыны. Істегендерінің өзі сол. Елмен қосқа кезек тиеді. Бір сарқынды. Бәрін істеп жүрген сол. Енді әттен дүние соны ғана бір қолға берсе-ау, деп жабағысы желін Бейсенбай жылқышы кішінді. Жатарда Аққасқаға азын-аулақ құрт пен жылы жұмсақ ет берілді. Жұрттың бәрі айнала үйіріліп, соны күтті. Бірақ тар үйде көп бөтен кісінің ортасында Аққасқа жиі ашу шақырады. Жынжырмен байлаулы жатып, кей уақытта арс етіп, от айналасындағыларға тап береді. Көп уақыт қорылдап, гүр-гүр етіп тұрып алады. Отқа қарсы қараған көздері ашумен қанталап шатынап кетеді. Қараңғы ала көлеңкеде жатқанда 2 көзі қып-қызыл шамша жанады. Мына жерде бізде жолда сосын көліктер тезде жүреді. Қатты. Басында қызық етіндей. Ұйықтай алмайтын, кейін үйреніп кеттім.
қасқа ырылдағанда алдында отырған Бейсенбайдың жотасы мұздап, еті тітіреп кетеді. Ентелеп ілгері жылжып отқа қарай мінбелей береді. Таң қыландап келе жатқанда барлық аңшы мен көп жылқышы атқа мінді. Жарап жүрген бедеу биелер мен жүйрік айғырлардың ортасында ұсталып, тоғын қашырып алып еді. Жұрттың бәрінің қолында сойыл шоқпар, сатыр-сұтыр етісіп қостан желпіне шығысты. Ақсораның етегіне таман келгенде Қасен 11-12 кісілік жиынды 4 бөлді. Өзі Аққасқаны алып Ақсораның дәл биігінің басына шығатын болды. Өзгелерді тау мен ұсақ адыр қалың шұбарды айнала қоршап алып, жан-жағынан саумалап Ақсораның биігіне қарай қағып шық деп таратып жіберді. Қыстың күні алыстағы Ақжотадан қызарып шығып келе жатқан барлық аттылар жан-жаққа қарай шашырай жөнелді. Ақшақар желе шауып жөнелгенде жүйріктердің аяқтары мен есіліп үкіліп борай түсіп жатты. Негізі мен айтқым келгені андай болады ғой, адамдар иттерді жақсы көретін. Сосын кейде ғаламтордан көремін да солай біреу иттерін далада қыдыртып жүргенде, серуендетіп жүргенде басқалар келіп сұрайды екен ғой, сипасам болады ма деген сияқты. Өмірімде олай істеп көрмеппін. Шын айтқанда мен енді былай кейде көрем иттерді, қызық иттерді, кейбіреу сүйкімді, кейбіреуін әдемі қылып киіндіріп қояды. Бірақ біреуіне де жақындамаппын, ондай нем жоқ, әдетім жоқ екен. Мен тіпті біреулердің балаларымен ойнай алмаймын. Кейде болады ғой, олар өздері саған бүйтіп қарайды да, қарап тұрады, немесе жанына келеді, былай түрткілейді. Мүлде ойнай алмаймын. Ешқандай мынадай ой өтти-путти деген сияқты нәрселер істей алмайды екенмін. Үндемей отыра беремін, кейде тұрып кетіп қаламын. Білмеймін, ондай қалай олай етесіңдер, қалай етіп жақындайсыңдар, не айтасыңдар, ондай нем жоқ. Желанием жоқ. Қасен аяндап биіктің басына қарай тартты. Жолшыба 2-3 жерде Аққасқаны сарытып, аунатып, баптандырып алды. Сонымен жарты сағаттан артық уақыт өткенде биіктің басына келіп шықты. Дәл биіктің бір иек артпа иығына атын тастап, өзі Аққасқамен бірге жаяулап келіп, бір 2-3 обаның ығына келіп отырды. Айналасының бәрі де көрінеді. Тау басында желдетіңкіреп ызғырық соғады. Күн әзірше суықтау. Аққасқаның астына ертеден қамдап алған киізін төсеп, өзінің ығына жатқызды. Айналаға Аққасқа да анда-санда бойлап жағалай қарайды. Қасен бұны баулыған иесіне ішінен бас иіп алғыс айтады. Құрметпен еске алады, өйткені Аққасқа тау басында қазіргі отырыстың не мәні барын әбден түсініп ұғынып отырған сияқты. Тыныштыққа бой ұрып жатуды ойлап тұрған жоқ. Күтіп отыр. Биіктен томаға сын тартқан қырандай ізденіп бағып отыр. Жан-жақтағы қағушылардың бәрінің де алдына қарап өтеді. Кейде дүрей келіп те жан-жағын көз жібереді. Кешегі жабағыны жеген көксерек екені рас еді. Кеше жартысына жақынын жесе, бүгін өткен түнде сол жеріне барып тағы да қалғанын тоя жеп алып, енді Ақсораның етегіне келіп бір жартасты бос қарағанды қиындау сайда ұйықтап жатыр еді. Құлағына алыстан бір сарын естілді. Елсіз тыныштықта таңертеңгі ауа дыбысы атаулының барлығын екілендіріп көтеріп тұрған. Оянып жүресінен жатып қар қапты. Сөйткенше сатыр-сұтыр еткен ағаш дауысы мен тастақ жерді тасырлатып басқан ат дүрсілі естілді. Түрекеліп барынша
ой жаққа қарай ытқып барып түсті, бірақ аққасқа жығылған жоқ. Тік етіп барып төрт тағандап тұра қалды. Ептілік, ыңғайлылығымен ғана көкшолақтың аузынан шығып кетті. Көксерек тістенгенде қамти тістей алмай, көбінесе терісінен ала жұлқып еді. Сол бетімен көксерек жотаға жүре бермекші болды. Өйткені артындағы дүсір тағы естіліп қалды. Бірақ аққасқа да қалмады. Ағындап келіп, ар жаққа шығып алып, көлденеңнен шапшып секіріп келіп, көксеректі құлақ шекеден ала түсті. Көкшолақ бұл жолы да жығылмады. Аққасқаны көтере жоғары шапшыды. Алғашқы алған жерден аққасқаның аузы босап кетті. Екеуі бетпе-бет келіп шапшып тұрып, қаршылдасып ұстасты. Енді бірінен бірінің босап кетуіне жол жоқ. Бұл кене қылса да біреуінің астына түсумен біту керек. Және етіне тіс тиіп ашынып алған аққасқа қазірде долылықтан өртенгендей еді. Қасқырмен көп кездесіп, қырқылжың тарта бастағаннан бері қарай аққасқа бойына тістегенше онша өлерменденбеуші еді. Дәл қазіргі жалғыз тал қылына шейін қостырып, күйдіріп жандырғандай, көксеректе бағанадан қалыспаған итке енді шын ойынды бастаған. Екеуі шапшысып тұрған бетте біріне бірі құлақ шекеден де алқымнан талқыспайтын болды. Алдыңғы аяқтарымен ұстасып тіресіп тұрып, сол сәтті аңдығанда екеуі де тез бітпейтінін ұққандай болды. Қостанған қан толқынып кеп тағы бір дем басқа шыққанда, аққасқа қарсы алдында арандай ашылып тұрған ауызға сақ еткізіп тістерін салып жіберді. Бұл қасқырдың төменгі тістері мен тілін қоса шайнағанда қасқырдың жоғарғы азулары аққасқаның тұмсығының екі жағынан жоғарғы ұрттарына келіп кірш-кірш кірді. Ашулы тістер сытыр-сытыр қарш-қарш шайнасады, әлі шапшысып тұр. Дәл сол уақытта жоғарғы жотадан шыға сала төмен қарай кер ат пен ақ бие де аңырап еді. Қасен мен Бейсенбай құдайлап сойылдарын оңтайлап келе жатты. Өр жақта аққасқа шайнасып тұрған ауыздардан сілекеймен қан аралас ағып сырылдап тұр. Аққасқа Қасен даусын ести сала ойға қарай шұлқиып бұрап қалғанда көкшолақтың белі бұран етіп барып дүрсетіп құлап түсті. Ауыздары бір-бірінен айырылған жоқ, екеуінде де үн жоқ. Шайнасу үстінде желімдей қайнасып қатып қалған сияқты. Енді аяғы болымсыз болса да тыныс алған дыбыста білінбейді. Құдай, я сәт, я аруақ, я ақсарбас дей бере екі атты үстеріне жығыла үйіле түсті. Аттар босанып шықты. Ойпыр-ай, аузын деп келіп, Қасен жуан қамшының сабын көксеректің көмекейіне тығып жіберіп, мықтап басып тұрып, жауының тұмсығын жоғары қарай қайырып жіберді. Аққасқаның қан басқан тұмсығынан көкшолақтың тістері бір-бірлеп шығып кетті. Аққасқа сонда ғана бүйірін тартып тыныс алды. Бірақ әлі де жанын шығарғанша қасқырдың төменгі жағын күрт-күрт шайнап жатыр. Бұл кезде Бейсенбай да қара пышақты көксеректің өкпесіне салып жіберіп еді. Осы иттесті. Көксеректің жаны әбден шыққан соң аққасқаны Қасен Бейсенбай екеулеп отырып зорға дегенде айырып алды. Құйрықтан қысып алып алысқа сүйреп апарған соң ғана аққасқа есін жиды. Бірақ әбден әлсірегендіктен сол апарған жерге сілейіп жата кетті. Барынша шаршап талған екен. Кеш жиған жоқ. Жұрт көкшолақтың құлағына қарап отырып бұрынғы кеткен көксерек атты күшікті таныды. Құрмашты ойлап кейбіреулер